Ассалаумағалейкум ағайын, қайырлы күн, құрметті достар. Достар, көптен бері мына YouTube каналымнан видео қоймай кеттім. Бүгін бір үлкен, жалпы маңызды тақырыпты қамтып кеткім келіп отыр. Ол жалпы өмірде қалай табысты болуға болады, қалай бизнес ашуға болады, егерде сіздің бизнес ашатын ақшаңыз мүлдем жоқ болса. Ақша арман деп жатырмыз. Жалпы мынаға мән беріп кетейік. Жалпы біз өмірді не үшін сүреміз? Не үшін күнде таңертең оянамыз? Не нәрсе біздің жүрегімізге шабыт, жігерімізге жігер қосады? Әрине, ол арман. Енді біз мақсат дейміз, менің қалауым дейміз, қиялым дейміз. Әр қайсымыз ниет дейміз, әр түрлі нәрсені қол жеткізуге ниеттенеміз, әр түрлі нәрсені қалаймыз. Ол машина болуы мүмкін, ол керемет үй болуы мүмкін, ол немесе сіздің жалпы өз жұмысыңызда өсу көтерілуіңіз болуы мүмкін. Енді өзіңіз ойлаңыз. Арманды орындауға не керек? Әрине, арманды орындау үшін адам не істейді? Адам көп еңбек ету керек, адам көп іздену керек, адам көп жұмыс істеу керек. Ал көп жұмыс істеу үшін, көп іздену үшін, көп кітап оқу үшін, таңның атысынан күннің басына дейін тірлігіңе жаныңды салу үшін адамға не керек? Әрине, энергия керек. Яғни, ішкі күш керек. Енді ол ішкі күшті біз неден аламыз көп жағайда? Әрине, ол жақсы климат. Экология жақсы болатын болса, біз өзімізді жақсы сезінеміз. Екінші, әрине ол біздің жеп жүрген асымыз, тамағымыз. Үшінші, адамның алдына нақты қойылған өзінің арман мақсаты адамға энергия береді. Төртінші, әрине адамның жүрген ортасы. Достары, әріптестері, әйелі, күйеуі, немесе жұмысы деген сияқты. Өйткені айналадағы адамдар бізге шабыт берсе, айналадағы адамдар бізді қолдаса, біз жетістікке жетеміз. Түсінікті ғой энергия көздері. Ал енді өкінішке орай, өзіңіз ойланып қараңыз. Біздің погода қандай қазір? Климат қандай? Өте нашар. Өйткені машина бар, завод бар дегендей, мен Алматы қаласына тұрам, Алматы қаласының өзінде погода нашар. Жеп жүрген асымыз, тамағымыз. Біз дұрыс тамақтанамыз ба? Өкінішке орай тағы да сол. Дұрыс ас ішпейміз, дұрыс обед ішпейміз, түнгі 12-де ет жейміз деген сияқты. Сондықтан ол біздің энергиямыз төмендетеді. Төртінші, көпшілігімізде алдымызда анық арман мақсат бар ма? Тағы да жоқтың қасы. Енді, ал біз жүрген орташы, біз жүрген орта бізді шабыттандыра ма? Бізді қолдай ма? Өкінішке орай, енді қазақтың ауруы шығар, көп қазақтың туысқандарымыз, достарымыз біздерге сенудің орнына біздің армандарымызды ұрлайды, біздерге сенімсіздіктің, күдіктің вирустарын жұқтырады. Қолдамау арқылы біздің ісімізге критика айту арқылы. Сен қуасың ба, немесе қуып жүрсің деген сияқты сөздер арқылы. Түсінікті ғой. Ал енді бұндай 4 нәрсе энергия беретін болса, ол 4 нәрсе минус болатын болса, біз не істеу керекпіз? Бұл бірінші сұрақ. Екінші, енді арманды орындау үшін энергия керек болдым, және екінші арманды орындау үшін не керек? Әрине ақша керек. Түсінікті. Өйткені үйді, көлікті, бақытты семьяның өзінде сіз сатып аласыз. Өйткені семьяң аш-жалаңаш жатса, балаларың дұрыс оқымаса, дұрыс оқытуға ақшаң жоқ болатын болса, ауырып жатқан әйеліңді емдетуге ақшаң жоқ болатын болса, анаңды емдетуге ақшаң жоқ болатын болса, онда үйде қуаныш болмайтыны белгілі. Ал енді сол біз ақшаны табу үшін көп жағынан нені қолданамыз? Бірінші, әрине, біз белгілі бір компанияға жұмысқа орналасамыз. Өзіміздің білімімізді, өзіміздің энергиямызды, өзіміздің уақытымызды біз ақшаға алмастырамыз. Яғни ақшаға сатамыз. Өкінішке орай, сіз қанша көп жұмыс істесеңіз де, сіз біреуге жұмыс істейтін болсаңыз, мемлекетке, басқа жаққа жұмыс істейтін болсаңыз, бұл егерде әріптестік болмайтын болса, қанша жаныңызды қинап жұмыс істесеңіз де, сол баяғы 100 мың, сол баяғы 200 мыңнан табысыңыз аспайды. Екінші, сіз не істейсіз? Кәсіп ашасыз. Ал кәсіп ашу үшін не керек? Әрине? Бірінші білім керек, екінші энергия керек, үшінші уақыт керек, төртінші ақша керек. А көпшілік адамның кәсіп ашуға стартовый капиталы өкінішке орай жоқ. Өйткені кішкентай бір кафені, донерныйды немесе салонды ашу үшін кемінде 5-10 миллион теңге
ақша керек. Ал сізде білім болмайтын болса, ол ақшаның өзін қатырмайтыныңыз белгілі. Мысалға 2004 жылдан бастап кәсіп ашамын деп кредит алған Қазақстан халқының 97%-ында бүгінде кәсіп жоқ. Неге? Өйткені кәсіпті ашып дамытудың жолын білген жоқ. Қазақ айтады ғой, бала көрмеген уалап өлтіреді, қой көрмеген қуалап өлтіреді дейді. Тура соның кебінін киді. Үшінші, ақша табу үшін не істейміз? Біз өзіміздің бағанағы творчество дейміз, шығармашылықпен айналысамыз. Біреу әнші болады, біреу бағанағы суретші болатын шығар. Ал өзіңіздің шығармашылығыңызда даму үшін сізге не керек? Тағы да бірінші талант керек, екінші білім керек, үшінші көп уақыт керек, төртінші тағы да ақша керек. Немесе сізге көмектесетін продюсер керек. Ал сізде ақша болмаса, сізді көмектесетін адам болмаса, сіз мықты әнші болып, жетістікке жетіп, көп заказ ала аласыз ба тойға немесе концертке? Өкінішке орай тағы да жоқ. Мысалға бір Қайрат Нұртастың өзіңіз ойлап көріңіз. Қайрат Нұртас 50-ден асқан клип түсірсе, 100-ден асқан ән жазса, әнді жаздыру үшін авторға ақша төледі. Кемі $500-600. Әннің аранжировкасы бар, өңдеуі бар, оған кемінде $2000-3000. Әннің клипі бар, кемінде там $10,000. Өзіңіз ойлаңыз. Енді осының бәрін 50-ге көбейтіңіз. Бірнеше миллион долларлар кетіп қалады. Және сізді көмектесетін адам керек. Қайратқа повезло, анасы бар деген сияқты. А сізде ондай мүмкіндік жоқ. Не істеуге болады? Төртінші жол ақша табудың, ол әрине сіз кім боласыз? Сіз активный немесе пассивный инвестор боласыз. Яғни бір кәсіпкердің жобасына, бір кәсіпкердің кәсібіне, сол кәсіп өсу үшін сіз ақша құясыз. Ол кәсіп өскен сайын сіздің табысыңыз өседі. Ал сіздің қолыңызда біреудің кәсібіне ақша құятын көп ақшаңыз бар ма? Өкінішке орай тағы да жоқ. Өйткені инвестор болу үшін де сіз бірінші миллионер болып алу керексіз. Сол кезде ғана сіз өзге адамның кәсібін дамытуға ақша құя аласыз. Ал енді төрт жолдың төртеуі де сіздер үшін неэффективный. Ал энергия алу үшін төрт нәрсе керек деп айттым бағана. Жақсы климат, жақсы ас, жақсы орта, анық мақсат. Бұның төртеуі де жоқ. Яғни не ақша табатын жол жоқ, не сол ақшаны тауып тыпырлап жұмыс істеу үшін көпшілік адамда энергия жоқ. Не істеуге болады? Қалай энергияны көбейтуге болады? Және қалай көп ақша тауып армандарды орындауға болады? Неге энергия деп жатырмын? Өйткені ғалымдардың айтуынша, дәлелдеуінше, адамның жетістікке жетуінің 99%-ын адамның ішкі энергиясы құрайды екен. Өйткені неге десеңіз, біз білім деп айтатын болсақ, білім алу үшін де көп кітап оқу үшін де адам жалықпай кітап оқу керек қой. Ал сол жалықпай кітап оқу үшін адамның ішкі мотивациясы болу керек қой. Қиындық кезінде адам сабыр сын кетпей, шыдап дегеніне жету үшін адамға энергия керек қой. Өзгелерден қарағанда көп шаршамай, көп жұмыс істеу үшін адамға энергия керек қой. Өзгелермен қырылысқан кезде, айғайласқан уақытта өзің бағана ішкі контроліңді ұстап тұру үшін де адамға энергия керек қой. Елдің бәрі сенің қолыңнан түк келмейді, сен осыны жасай алмайсың дегенде, бәріне қарсы шығып, жоқ мен жасайым деп қайтпау үшін адамға рух керек қой. Рух дегенімізде әрине энергия. Ал бұл энергияны қалай көбейтсек болады? Тағы айтылайын. Екінші, егерде біреуге жұмыс істеу арқылы жарытып ақша таппасақ, кәсіп ашуға білім мен ақшамыз жоқ болса, өзіміздің шығармашылығымызды дамытуға, өзімізде талант немесе сол талантты елге көрсету үшін продюсер немесе ақшамыз жоқ болса, инвестор болып ақша табу үшін қолымызда көп қаражат жоқ болса, не істеуге болады? Осы сұраққа ойланайық. Я достар, осы екі проблеманың жауабын табумен мен кәдімгідей көп жылдар бойы басым қатты. Бірінші, өйткені өзім білесіздер, бизнес тренермін. Мен тренингтерді өзгелерден қарағанда көп жүргіздім. Шынымен, кейде 10 сағат сахнаға тұрасың, кейде 15 сағат сахнаға тұрасың. Часовой полюстар әртүрлі. Ұшып келіп, тренинг өткізуге тура келеді. Тренингтен шығасап, коучинг өткізуге тура келеді. Немесе басқа кәсіптерін дамытуға тура келеді. Энергиям жетпей, шаршап кәдімгідей жұмыс істеуге желание түсіп кеткен кездер болды да. Сөйтіп, не істеймін деп жүріп, бір қазір айтам, өзім бір әдемі жауабын таптым. Екінші, алдыма менің тренингтеріме, коучингтеріме көп кісілер келеді. Бар армандар, Аманжол мырза, бизнес ашуға көмектесіңізші. Аманжол мырза, мен мұғалім болып жұмыс істеймін, ақшам жоқ, қайтып нөлден бастап өссем болады деп. Қанша мотивация берсең де, қанша жолын үйретсең де, ол адамның стартовый капиталдары жоқ. Сондықтан армандарын орындай алмай қалып, жүрегім ауырған кездер болды.
Сондықтан осы бір екі мәселенің жауабын табу үшін, яғни энергия беретін, адамның мотивациясын беретін, адамды шаршатпайтын дүниені тапқым келді. Және адамдардың бір байып көтерілуіне, аз ақшамен табысты болуына көмегін тигізетін бір жоба құрғым кеп, 7 жылдай миым ашыды. Сөйтіп миым ашып жүріп, өздеріңіз естіген шығарсыздар, мынау Enrise деген компанияны аштым. Enrise деген сөз, екі сөздің бірігуі, Energy Rights, яғни қазақша аударсам, энергияның көтерілуі, шабыттың, жігердің көтерілуі деген мағынаны білдіреді. Мана айтқанымдай, осы Enrise'ті ашудағы мақсат, шын мәнінде бұл өзімнің тәжірибемді айтуға болады, шаршап жүріп бағанағындай бір өзіме энергия көздерін таптым. Сондықтан көп адам сұрайды, Аманжол мырза энергияңыздың құпиясы неде? Аманжол мырза энергияңыздың құпиясы неде? Аманжол мырза қалай сіз шаршамай бағанағындай көп жұмыс істейсіз деп. Оның алдында мен ол сұрақты өзіме қоятынмын. Қалай спортсмендер, қалай чемпиондар, қалай миллиардерлер, қалай политиктер мықты, шаршамай көп жұмыс істейді, қалай көп нәтижеге жетеді деп. Оның жауабын таптым. Оның жауабының негізі біздің мына мен ашқан Enrise компаниясының өнімдері. Енді оның біріншісіне келетін болсақ, мынау бізде Optiplex деп аталатын, яғни БАТ, биологиялық белсенді қоспа. Құрамында 37 витамин бар. Бұны мен ең бірінші осыдан 4 жыл бұрын өзім шаршап жүріп, американдық аналогын заказ беріп ішкен болатынмын. Енді бүкіл иммунитетімді көтерді, энергиямды көтерілді. Осы байқасаңыздар, осы 3 жылдың ішінде 1000 жұмыс істеп тастадым. Осы Optiplex-тің арқасында. Мына Optiplex сізге не береді десеңіз, ол сіздің бүкіл иммунитетіңізді полный көтереді. Мынау көздің көруін жақсартып, мидың жұмыс істеуін жақсартып, полный сізге мықты бір иммунитетіңіз көтереді. Әрине иммунитет көтерілгеннен кейін организм өзін мықты сезінеді. Ал енді бұл бірінші. Екінші дүние, мынадан кейінгі, мынау бүкіл спортсмендер қабылдайтын гуарана деген шөптің сиробы. Гуарананың не екенін өздеріңіз көрсеңіздер болады. Гуарана деген мына Бразилияда өсетін бұл шөп. Сол шөптен жасалған мынау сироп. А мынау сироптың бір клафонын іше салатын болсаңыз, мен өзім үнемі қолданып жүрем, 6 сағат бағанағы жүрегіңіз кәдімгі дұрыс соғып, энергияңыз көтеріліп, жанып жүресіз. Енді энергия беретін кофеден, Red Bull'дан, басқа да энергетикалық напитоктардан айырмашылығы организмге мүлдем зиян келтірмейді. Бірақ кофеден, Red Bull'дан қарағанда көп энергия береді. Өйткені бұл табиғи шөптен жасалған дүние. Мына бір клафонның өзі ішіп алатын. Полный сізге бағанандай сұмдық энергия береді. Өзім үнемі қолданамын күнде. Шаршап тұрған уақытта бағанағандай. Жолға шыққан уақытта Алматыдан Шымкентке біреуін ішіп алам, 6 сағаттан кейін әсер етеді, бітті. Яғни концентрациямда, ішкі энергиямда бүкіл барлығы көтеріледі. Яғни Energy Max. Бұны әр адам, спортшы болсын, политик болсын, заңгер болсын, кәсіпкер болсын, өзінің бағанағы еңбек өнімділігін арттыру үшін, яғни продуктивность көтеру үшін қолдануы міндетті түрде. Қазақстанда, СНГ-де бұның аналогы жоқ. Ал енді үшінші біздің өнім бұл омега плюс дейді, яғни құрамында омега 3, омега 6, омега бағанағы 9 витаминдері бар, яғни рыбный жир дейміз ғой, балықтың майы. Бұның көмегі неде? Өйткені біз көп ойланамыз, көп жұмыс істейміз, мотор мықты жұмыс істеу үшін мотордың майы жақсы болу керек қой. Ал мынау омега плюс витаминдері мынау сіздің миыңыздың тез жұмыс істеуіне және айтылған ақпаратты тез сақтап, оны ұмытпауға көмегін береді. Өзім міне 5 жылдан бері қолданам, менің памятімді өздеріңіз білесіздер. Қандай сахна болсын, мен бағанағындай қағаз қолданбаймын. Кезінде бұны ең бірінші танысқаным Абай оқуларына қатысып, мектеп оқып жүрген кезінде 9 сыныбында Абайдың 172 өлеңін, 2 поэмасын, 45 қара сөзін, Шәкәрімнің 28 өлеңін жаттағам. Сол кезде мен қатты қолданғам бұны. Өзімнің миыма жақсы жұмыс істеуін, тез ойлауыма, тез шешім қабылдауыма және ақпаратты сақтауыма көмегін тигізді. Сондықтан іскер азаматтарға, кәсіпкер азаматтарға, нағыз ридерларға
бұл витаминдер міндетті түрде керек. Енді одан кейінгі бізде Energy Rights, BCA витаминдері дейді, яғни бұл бәріміз шаршаймыз. Мынау Energy Max энергия беретін болса, Energy Rights бұл шаршауды тез басып, организмнің қайтып күш алуына көмектеседі. Бұнда мен күнде қолданам, өйткені мысалға таңғы сағат 5-ке дейін 6-ға дейін жұмыс істейтін кездерім болады. 2 сағат ұйықтап, 3 сағат ұйықтап, өйткені осы витаминдердің арқасында. Енді әрқайсыңыз осы жерде дұрыс тамақтанбаймыз. Бағанағындай организм керекті белоктарды, керекті углевод емес көмірсуларды алмайды. Өйткені біз жеп жүрген тамақтың барлығы бағанағындай химикаттар. Ал енді мынау біздің компанияның энергия беретін, яғни протеині бар, бағана құрамында ақуызы бар, шоколадтары. Біреуін жебесаңыз болды, бір бағанағы кесек ет жеген сияқты қарныңыз тоқ жүреді және азып кетпейсіз, күшіңіз сарпылып кетпейді. Ал енді құрметті ханымдар, жігіттер, көп адамда бүгінгі заманда тонуста жүру, семіріп кету, немесе салмақ қоса алмау проблемасы бар да. Ал енді оны біздің мынау экстра тонус деген коктейльдер көмектеседі. Азғыңыз келетін болса, тамақ ішпей, мына коктейльді ішіп алатын болсаңыз болды, сіз тоқ жүресіз. Ал толғыңыз келетін болса, тамақтан кейін бұл коктейльді қабылдайтын болсаңыз, құрамындағы дәрумендер, витаминдері сіздің толуыңызға, салмақ қосуыңызға көмектеседі. Міне ағайын, осы айтып отырған бағанағы 6-7 өнім сіздің еңбек өнімділігіңіздің арттыруына, сіздің денсаулығыңыздың реттелуіне, сіздің мотивациялы болуыңызға, сіздің өзіңіздің кәсібіңізде мол жетістіктерге жетуіңізге көмегін тигізеді. Ал егер де Аманжол мырза бұның кәсіпке қандай қатысы бар дейтін болсаңыз, бұл Enrise компаниясы, бұл интернет-магазин. Сіз бағана айттым ғой, біреуге жұмыс істейтін болсаңыз көп ақша таба алмайсыз. Бизнес ашу үшін көп ақша керек. Шығармашылығыңызды дәріптеу үшін де тағы көп ақша керек, спонсор керек. Инвестор болу үшін көп ақша керек. Не істеуге болады? Қандай жолмен, аз ақшамен көп бағанағы табысқа қол жеткізуге болады. Онда бағана өзім айтқан, мен Enrise компаниясын ұсынамын. Сіз мына өнімдердің өзіңіз қолданушысы, интернет арқылы сатып алып, өзіңіздің қолданушысы, өзіңіз қолданып қана қоймай, егер де басқа адамдарға жарнамалап, басқа адамдарға осы өнімдерді ұсынып, егер де олар сатып алып, сіз команда құрған жағдайда, сіз бұл жерден өте қомақты қаржы таба аласыз. Сондықтан бағанағы 4 жол жұмыс істемейді, мен сіздерге Enrise ұсынамын. Enrice'тің бір пакеттің бізде барлығы комплекс түрде жүреді. Бар болғаны бағанағы 100 мың теңгеге сатып алып, оны өзіңіз қолданып, және басқа да адамдарға жарнамалап, егер де олар сатып алатын болса, сізге өзіңіз жасаған товар-обороттан белгілі бір пайыздар беріледі. Сіз бұл жерде жұмыс істеу арқылы бағанағы қазір тағы түсіндіріп кетемін, айына $1000 бастап $100,000 дейін табыс таба аласыз. Оны мен оған өзім кепілдік беремін. Ал егер де сіз тіркеліп сол әріптес есебінде жұмыс істейтін болсаңыз, әртүрлі пакеттерге қарай біздің компания өзінің әріптестеріне мынау міне жапондық механизм, сафир стеклосы, кожаный бағана ремешок өзінің Enrise сағаттарын ұсынады. Сонымен қатар біздің әріптестерге Enrice'тің өзінің әдемі қаламсап дейміз ғой, әдемі өзінің міне ручкасы бар, информация ақпарат беруге. Және сіз белгілі бизнес имиджсіз болмайды, өзіңіздің жұмысыңыз жақсы жүргізу үшін Enrise компаниясы бағана платинум пакеттерде өзінің әріптестеріне мынандай Enrise деп жігіттерге кожаный, мужской портфель ұсынады. Сонымен қатар кожаный әйелдерге арналған, қыздарға арналған кожаный өзінің сумкасын ұсынады. Сіз әріптес болып тіркелу арқылы осы сумканы да, бағанағы портфельді де, сағатты да ала аласыз. Сонымен қатар менің сабақтарым жиі жүретін бағанағы мобильный приложениені ала аласыздар. Өйткені кез келген бизнеста көтерілу үшін 3 нақты нәрсе болу керек. Бірінші, жақсы сапалы товар. Екінші, міндетті түрде сізді қолдайтын орта. Үшінші, міндетті түрде сізге жол көрсететін наставник. Ал бұл мен өзім компания болғандықтан, өзімнің әріптестеріме, Enrice'тің әріптестерінің өсіп көтерілуіне мен
жанымды, бар күшімді саламын. Сондықтан бар мүмкіндікті достар қолдану керексіздер. Достар, мана айтқанымдай, Enrise компаниясы өзінің әріптестеріне, яғни әріптестер көп ақша табу үшін, әріптестері сапалы жұмыс істеу үшін бірінші әрине не керек? Кез келген адамға жұмыс істейтін жер керек. Керемет Қазақстан бойынша керемет жақсы офистарды реттеп қойған, жасап берген. Әрине, ол сөзбен айта беруге болады, қазір көзбен көресіздер өздеріңіз. Біздің әр офис, міне, әрбір келген клиенттер келіп күтіп отырған кезде, информация беретін, ақпарат тыңдайтын кезде, әрқайсысын күтіп келген клиенттерге ақпарат беруіне арнайы бағанағы күту залы қарастырылған. Міне өздеріңіз көрсеңіздер болады. Яғни кез келген біздің офис осылай. Және ақпарат беріп, чайға шақырып, бағанағындай отырып, кофе ішіп отырып, әңгіме айту үшін біздің Enrise офистарында міндетті түрде өзінің, міне көріп отырсыздар, өзінің кішігірім мини рестораны бар. Тегіннен тегін осы жерге келіп, адамдарыңыз шақырып алып, ақпаратты беріп, яғни команда құрудың бағанағындай зор мүмкіндігі бар. Интернет бизнес стилінде немесе сетевой бизнес стилінде жұмыс істейтін ешқандай компания бұндай мүмкіндік өзінің бағанағы әріптестеріне жасап бермеген. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Сонымен қатар, қазір біз астына түсеміз. Астын көресіздер не бар екен. Мына біздің офиста әр адамға әрине қарастырылған ақпарат беру керек, тренингтер өту керек, семинар өту керек. Сондықтан ешқайда зал жалдап керек емес. Біздің әріптестер тегіннен тегін біздің әр офиста өзінің кішігірім бағанағындай конференц-залдары қарастырылған. Міне ағайын, әр офисымызда осындай кішігірім өзінің телевизорымен, проектормен конференц-залдар қарастырылған. Мынау бірінші конференц-зал кішігірім. Дәл сондай конференц-зал. Міне екінші, тура сол сияқты, соның копиясы десе болады, сондай конференц-зал. Ал енді жалпы үлкен көп адам жиналып ақпарат қабылдау үшін бізде міне Enrise'тің үлкен конференц-залы. Осы залға адамдарыңызды ертіп келіп, бізде презентатор тұрады. Сол презентатор бағанағы ақпараттың бәрі түсіндіре береді. Ешқандай ақша төлемейсіз. Бәрі біздің әріптестер үшін тегіннен тегін. Ал енді шын өтірік дейтін болсақ, бізде үлкен склад бар. Товарлардың барлығы бізде Ресей мемлекетінен, және Түркиядан, және бағанағы Қытайдан келеді. Қытайдың Гуанчжоу қаласында біздің сағаттар өндіріледі, бірақ механизмі Жапониядан келеді. Біздің бүкіл товарлардың барлығы міне, мынау біздің кішігірім складымыз. Мына жерде көріп отырсыздар, сумкалар әрқайсысы коробканың ішінде тұр. Міне Enrise деген өзінің жазуларымен көріп отырсыздар. Сонымен қатар міне мына жаққа келетін болсаңыздар, яғни бағана мен сіздерге басында көрсетіп кеткен біздің баттар осындай ыдыста келеді. Міне пак дейді біреулер, коробка дейміз, яғни осымен ала бересіздер. Осы жерден СНГ-ның яғни кез келген жағына біздің товарлар жөнелтіледі. Ал енді достар, бұл жерден қандай ақша табуға болады, қалай дейтін болсаңыздар, бер жақындасаңыздар болады. Жалпы Enrise компаниясында кез келген тіркеліп, өнім сатып алып жұмыс жасаған адам айына $500 бастап $70,000 дейін ақша таба алады. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, өзінің требованиясы бар. Және сонымен қатар сіз Enrise компаниясы арқылы, достар, сіз тек қана айына ақша тауып қоймайсыздар, белгілі бір статустан жоғары қаратай жылына бір тегін әлемдік саяхатқа шыға аласыз, автокөлік иесі бола аласыз. Және бір жақсы жері, достар, менің тренингтеріме өте үлкен жеңілдікпен қатыса аласыз. Сонымен қатар ең бастысы, сіз өзіңіздің табысыңызды, яғни айлығыңызды ай сайын емес, апта сайын аласыз. Ешқандай налог төлемейсіз. Налогты сіз үшін компания төлейді. Достар, бағана біздің компания арқылы көлік аласыз деп айтып қалдым. Әңгімем өтірік болмау үшін, міне компанияның ашылғанына
бір ай ғана болды. Сол бір айдың ішінде біздің ең бірінші әріптес өзінің Enrice'тың атынан мынау Lexus маркалы автокөлігін алды. Біз тек қана Lexus емес, біздің компания арқылы Audi және Mercedes, Lexus маркалы автокөліктерінің иегері бола аласыздар. Бәрі де прозрачный, бәрін көрсетуге болады. Қазір сайттың ішінен доходтардың шын өтірігін тағы да көрсетемін. Достар, мана өзім айтқанымдай, бәрі прозрачно, бәрі шындық деп. Қазір міне Enrice'тың сайтына келесіздер, көрсетем. Мынау Лесова Маржанның кабинеті. Міне, Маржанның өзі жалпы өткеннен бері құрастырған бағанағы командасы міне тарап кете береді. Маржаннан өзі арғартай, және мына жерде міне Маржанның бір неделе тапқан табысы міне екеуін қосқан кезде общий балансы өзіңіз көріп отырсыздар. Енді тек қана Маржан емес, мына жерде кіретін болсаңыздар, міне мына жерде бүкіл адамдардікі міне деген сияқты міне әртүрлі адамдардың нақты табысы. Мына жақта міне компанияда қалай бөлгені көрсетіліп тұр. Мына жалпы регистрациядан кеткен міне компаниядан біз елге берген ақшамыз уже 6 миллион 485 мың теңге біздің команда тауып отыр. Ол бар болғаны міне, достар, біз компанияны ашқанымызға міне бір ай болған жоқ, бір айдан бері қаратай бағанағындай болып атқан дүние. Біздің әр клиент, әр әріптес өзінің табысын мынау арнайы біз үшін істелген Қазпошта картасынан алып отырады. Сайттан түседі ақша, сайттан өзінің карточкасына переводит, сөйтіп Қазпоштаның карточкасы арқылы өзінің айлығын алып отырады. Сондықтан, достар, мұның барлығы шынайы шындық. Шын мәнінде біз әріптестеріміз үшін жақсы офис беріп отырмыз, сапалы продукты, жақсы маркетинг план, қосымша менің сабақтарым, бұл жерде адам өспей қалуы мүмкін емес. Менің арманым Қазақстан бойынша 1000-нан көп мультимиллионер тәрбиелеп шығару. Не арқылы? Әрине Enrice компаниясы арқылы. Кім білсін? Сіздің де бағыңыз Enrice компаниясы арқылы жанып кететін шығар. Толық ақпаратты, достар, осы видеоның астындағы номерларға хабарласып біле аласыздар. Ешқандай өтірік емес, бәрі шынайы шындық. Сіз клиент болып қана продуктын қолданып жүрсеңіз де болады. Ал ақша табам, табысты болам десеңіз, әріптес болып тіркеліп жұмыс істейтін болсаңыз, сөзсіз бір жылдың ішінде үйлі жайлы көлікті болатыныңыз шындық. Біз сіз өсу үшін, сіз көтерілу үшін жанымызды саламыз. Сондықтан ағайын, карточкаларыңызға ақшалар көп түсе берсін. Іске сәт, достар.